Армысыздар, құрметті тыңдаушылар. Міне 16 желтоқсан күнін атап өттік. Үлкен мешітте сол желтоқсан құрбандарына Құран бағыштап хатым шығарып отырған жайымыз бар. Енді осы 16 желтоқсанға дейінгі уақытта бір қазақ ініміз, енді бауырымыз, әлеуметтік желіден сөз сөйлеп, мынау желтоқсанның қарсаңында мына билік дейді, елка құрумен, шыршаны құрумен айланысып жүр дейді. Бұл біздің мейрам ба, біздің мейрам емес пе дегендей жаңағы әңгіме айтады, иә? Жалпы баланың айтып отырған дұрыс. Желтоқсан күнін атап өтпей, шыршаны қойып жатқан енді мына биліктегілердің етикасына сай келмейді деп айтуға болады. Одан сол Фейсбукте мақала жазылған екен. Елка деген жол деген сөз, ол көк тәңірлік діннен қалған жаңағы үрдіс, анау мынау деп айтқан екен. Сол жөнінде біз түсінік беріп кетейік деп отырмыз. Мен 2011 жылдан бастап бұл кәпірлердің мейрамын тойламаймын. Ешқашан бұл христиан деген, ол христианның діні емес, қазір айтамыз. Ежелгі жаңағы замандарда болған бұл мейрамды ешқашан мойындамаймын. Менің жақтастарым да бұл күнді мойындамайды, ешқашан тойламайды. Біздің өзіміз Әз-Наурыз мейрамымыз бар, басқа құрбан айтымыз бар деген сияқты. Сондайларда жиналып жаңағы, не болмаса құрбан шалып, хатым шығарып, әулиелердің басына барып, руханиятымызға тағзым етіп жүргеннің өзі бізге бір үлкен мейрам болады. Енді осы елка жөнінде мен ана жерде пікір жазған едім, осы елкаға қатысты, жаңағы мақалаға қатысты. Содан ешкім жауап қатпады, өйткені олар біледі, менімен жағаласқан оларға ешқандай пайда келмейді. Өйткені олар біз білгендей деректерді білмейді. Біз зерттегендей дінді де, Құранды да, хадистерді де, ежелгі мифологияны да, дүниежүзінің халықтар мифологиясын зерттемеген. Сондықтан Қайсаралы Төлепберген деген албан, шумер тілін зерттеп жүрген бір бауырымыз бар, албан. Әкесі шежіреші болған. Сол айтқан еді, Қайрат аға, сізді түсіну үшін сіздің оқыған кітаптарыңызды оқып шығу керек дейді, бірақ ол кітапты оқи алмайтындар да бар. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл енді олар енді айтсаң да, алдында бір айттым, айтсаң да олар бәрібір еш нәрсе түсінбейді. Сондықтан біз жаңағы мына менің өзімнің жазған үш қиян Земля Бетованың кітабымды жеңілдетіп, екі ғылым докторымен бірігіп, тіл қайраткері Шекербанов Рахметолла Дағазымен бірігіп, біз жаңағы қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар атты кітапты бастырып шықтық, баспадан шығардық. Сол жерде адамзаттың алғашқы тілі біздің қазақ қыпшақ тілі екені айтылады. Міне менің көптеген ютубтарда сөйлеп жүргеніме бойынсым, көптеген мақалаларымды, WhatsApp чаттарындағы, Facebook'тағы публикацияларымды оқыған кейбір зерттеушілер қазір өте батыл айтып жүр. Иә, біз ең алғашқы тіл адамзаттың біздің қазақ қыпшақ тілі болған деп өте батыл айтып жүр. Өйткені біздің зерттеулерімізде айтылғандарды ешқандай евроцентристерің де, еврейлерің де, басқаларың да жоққа шығара алмайды. Еврейлер болса қазір олардың алғашқы тілінің қыпшақ тілі болғанын айтып отыр. Және де менің тыңдаушыларым өздері біледі, Құран кәрім мен Библиядағы Израиль ұлдары дегеніміз бен қазіргі еврей дегеніміздің арасында біраз айырмашылық бар. Оны да уақыты келгенде айтатын боламыз. Енді елка деген қайтайық. Елка дегеніміз ел дейді ғой, бұл ел деген сөз, ел. Яғни шыршаның атын ел дейді, бұл біздің ел деген сөз. Көрдіңіздер ме? Бұлар неге елканы айланады? Міне Велесова книганы өткенде орыс тілінде айттым, қазақшасында мүмкін айтып шығармыз, әлі зерттеп жатырмыз, деректермен салыстырып жатырмыз. Өзімнің інішектеріме тапсырыс беріп қойғам, олар да сол зерттеп деректер іздеп жатыр. Сол жерде мына славяндардың аталары сол біз айтып отырған жер жұмағына ұйығына барған еді, бірақ ол жерде готтар отырды дейді. Яғни бұларды енгізбей қойған ол жерге. Өйткені бұлар доңыздың етін жеген халық болған. Бұлар жаңағы өзара жаңағы
қарым қатынастар ұнамаған, шарап ішкен сондай халық болғандықтан ол жерге сол замандарда тек қана иман жүзді халықтарды жинап жатқандықтан бұларды сол жерге мүмкін кірген де шығар, кейін қуып шығып олар сол сыртында қалған. Ал ол жерге біздің аталарымыздың барып жасырынғанын білесіздер. Әз Шәмші патша уақи алып Ахура-Мазда Құдайдан мына мұз дәуірі келе жатқанын біліп, сол жер ұйығын, жер жұмағын салды деп айтады. Меніңше енді ол нағыз жер жұмағын ол Алланың өзі жаратқан. Ол салғаны тек қана үш бұрышындағы мына үш тауды ғана сарбалшықтан салған болса керек деп отырмын. Сондықтан ана Америкада құрлықтағы деректерде бұл үш қиянды глиняный холмы му дейді. Яғни сарбалшықтан жасалған му төбешіктер. Му дегеніміз сол му деген сол бұқаның ежелгі атаулары болса керек. Міне ол жер жұмағы. Енді елканы қарасаңыздар, елка кәдімгі үш бұрыш. Сол жер жұмағының символы десе болады. Енді міне космостан қарасаңыз, Ферғана аңғарын елкаға ұқсайды. Енді біреулер айтуы мүмкін, ол самолет болған жоқ, космос болған жоқ, бұлар қайдан білді? Олар діннен білген. Дінде бұл жердің үш бұрышты әйелдің жатырына ұқсас болғандықтан жер ананың жатыры деп, оны Блаватская вселенская матерь дейді, солай жаратылған білген де, үш бұрыш екенін білген де, сол елка ағашты, ел деген ағаш, народ деген сөз, соны таңдап алып, соны айланатын мейрамды жасаған десе болады. Олай етуінің себебі, ол жерге кіре алмаған соң, ол жерге бара алмаған соң, олар сол жерді айланып жүріп алған. Көрдіңіздер ме? Өйткені мұз дәуірі келе жатыр. Және де осы мына жаңа жыл мейрамын, елканы сол аяз атаға қатысты, қысқа қатысты айтатыны сондықтан болған. Бұлар соны айланып жүріп алғанда, кейін бұл үрдіске айланған, ырымға айланған. Яғни жер ананы, елімізді айланы жүріп тойлайтын, жылына бір тойлайтын жаңа жыл келді деп. Мен ойлаймын, ең алғашқы мұз дәуірі келген кезде осындай бір айланып жүру дәстүрі қалған сияқты. Ел деп енді сол ел болған ғой, сол ел болған, сол елді айланып жүрген. Сондықтан мына Мартин Лютер деген болған. Бұл Америкадағы Мартин Лютер Кинг емес, басқа Европадағы ғұлама сол айтқан екен. Мына елка дегеніміз ол жаңағы жер жұмағындағы адам ата Хауанан жаратқан жердегі өмір ағашы бәйтерек деп айтқан екен. Көрдіңіздер ме? Әрине жер кіндігі, жер ұйығы сол жер болады. Енді кейбір деректерде бұны екі бетке Янус деген құдаймен байланыстырады. Янус дегеніміз анус, яғни адамның артқы тесігін айтып тұрған әңгіме. Көрдіңіздер ме? Яғни біз талай айтып отырған, біздің аталарымыз арийлер ешқашан бөтен елдермен сүйек шатысқа түспеген. Өйткені олардың қанына қыз текелік кіріп кетпесін деп жасқанатын болған. Сондықтан да Авестада айтылады, кім өзінің ұрығын бөтен елмен шатыстыратын болса, оларды жылыстап келе жатқан жыландай, ұрланып келе жатқан қасқырдай өлтіру керек дейді. Мысалы, Фердаусиде айтылады, анау Румның қызын алып келгенде қияттар қайтарып жібереді. Одан Александр Македонский кейін туады. Ішінде кеткен бала екен, ол қыздеке болып туады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біздің аталарымыз ешқашан бөтен елмен сүйек шатысқа түспеген. Сондықтан мына қазақтың, біздің қанымыз таза, қазақтың қызын да ешкімге бермеу керек, бөтеннен де қыз алмау керек деген үрдісті әлі күнге дейін айтамыз, бірақ оны орындап жүрген ешкім жоқ. Жеті ата принципі ол сол тек қана өзара қыз алысып, қыз берісу керек дейді. Мына 9 таңбалы наймандар Қытай жерінде жүргенде оларды 9 таңбалы 9 фамилия дейді. Тек қана сол 9 таңбалының ішінде ғана бір-бірімен сүйек шатысқа түсіп отырған екен. Кейін сол 10-шы ғасырға таман Ислам Қабышұлы Тұран әлем атты кітабында жазғандай, тек қана жаңағы бұдан кейін арғындармен сүйек шатысқа түсіп отырған өзінің ағаларымен. Сондықтан да мына Найман шежіресінде Ақсұлу жесір қалғанда арғындар ат ойнатып,
Ақсұлуды алмақшы болған айтады. Міне көрдіңіздер ме? Сондықтан енді алдында да мен Томас Кахиллға қатысты бір айтқандарымда, лекциямда айтқан едім. Мына жастарда ес бар ма? Қандай бір сол қанында қызтекелік бар әйел біздің аталарымызға жақындағанда не қырып тастаған, бірін қоймай, не көшіп кететін болған. Өйткені жастарда ес жоқ, олар ертең сүйек шатысқа түсіп кетуі мүмкін. Міне осы тұрғыдан жаңағы бұларды кіргізбей қойған болса керек. Бұлар сол міне мейрам содан қалған. Содан мұсылмандардың да мойындамайтындары осы әңгімеге қатысты болады. Енді Аяз атаны әрине Қыдыр ата деген ол рас. Қарша қызымыз сол 40 қыздың символы болады. Ол жерден 40 қызда шықтық дедік қой. Яғни ол кейін жау шапқан кезде болған оқиға. Оны да тағы айтып береміз. Енді мынаны айтайық. Мына Америка жерінде, енді мынаны айтайық. Мына Библияда, Ветхий Заветте Ерихон деген жерді еврейлердің айналып жүргені айтылады. Ал Ерихон деген айттық, олардың тілі біздің тілі, ол жері қоң. Қоң деген үшбұрыш. Осыдан конус сөзі пайда болған. Жері қоң деген үшбұрыш жерді айланып жүрген. Сонда жаңағы мүйіз сырнаймен қатты дыбыстарды бергенде әгі Ерихонның қабырғалары құлаған деп айтылады енді. Ол енді мүмкін қақпасы құлаған шығар. Бірақ олар енді солай енді мына Құран кәрімде айтылады ғой. Әй Израильда сендерден Тәуратта бұрмалаған бұзақылар болған деп. Бұлар жай сол қақпаны құлаттық деп жай айта салуы мүмкін. Ол тұрбалар міне Иерусалимде еврейлерге дейін Асманай деген ел болған. Ол біздің аталарымыз болды. Бұлар наймандарға тікелей қатысы бар. Міне таңбасы найманға сияқты екі мүйізді қосып тұр. Еврейлер бұл мүйіздің мағынасын еш білмейді. Кейін бұл біздің аталарымыз Орта Азия арқылы солтүстік Қытайға келгенде міне сол мүйіздерден ескерткіш қойып бұқадан құрбан салатын жерді жасаған болған. Міне ол Ерихон сол айлануы, мына елканы айлануы бәрі осыдан қалған, құрметті ағайын. Сондықтан бұл мейрам, жаңа жыл мейрамы, ол ешқандай да жаңа жыл емес. Жаңа жыл дегеніміз Наурыз кезі. Мына салафиттердің айтып жүрген Наурыз қазақтың мейрамы емес дегенді өтірік. Оны мен Мирвас Создали Казахи деген орыс тілінде айтқан. Бұл Наурыз деген науа ер әз, древняя земля ковчег деп, ол да сол біздің мына Үшқиянның, Ергенекоңның, Атлантиданың, Ферғана аңғарының атаулары болады. Ол жөнінде көптеген артефакттарда сақталып қалған, талай жерден көрсете аламыз. Міне мысалы Жанат Бақыттың айтып отырған қазақтың туындағы таңбасында да міне елка сияқты. Елканың басына өздеріңіз білесіздер бір нәрсе орнатып қояды. Ол сол мына Қағбадағы тұрған тастың символы болды. Өткенде айттық, міне Европада Үшқияным жер. Тас шабаламыз міне тұр, міне. Тас шабаламыз міне тұр. Ананың қақпасын аш деп жатыр. Бұны кіргізбей отыр. Кіргізбей тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл енді сол европалықтар ғой. Міне Күршім менің туған жерімде табылған алтын неде? Үш тауымызды күмістен жасаған, ортасы алтын, золотая середина деген сол болады. Ал күмістен жасаған, ол үш таудың басына да періште келеді деген ұғым болады. Міне сондықтан ешқандай да біз қазақ халқы, мұсылман демек, қазақ халқы бұл мейрамды тойламауымыз керек. Бұл орыстардан қалған, кешегі отарлаушылардан қалған үрдіс, оның бізге ешқандай да керегі жоқ. Ол жерде арақ ішіледі, шарап ішіледі, шампан атылады. Ол қазақ халқын азғындағаннан басқа еш нәтиже бермейді. Бұны айтатын билігі жоқ, бұны білетін депутаттар да жоқ. Сол депутаттар түсінсін деп кітаптарымызды таратқан едік бір талайына. Олардың да әлі түсіне алмай отыр екен. Тіпті мынау қазақ тілі сақтаған тарихи тамырлар атты кітабымызды қазір біз мынау жаңағы шовинистке әлі шалдығып жүрген Шығыс Қазақстан жеріндегі Рейдер Зырян қаласындағы орыстарға беріп жатырмыз. Ей, танысыңдар, оқыңдар, көріңдер деп. Қазақтың тілінің қадірін біліңіздер деп. Көрдіңіздер ме? Вот міне құрметті ағайын. Ал енді ол жердің қасиеті, сол жерде жаңағы портал бар, яғни қатарлас дүниеге өтіп кететін
жер бар деп отырмыз. Ол порталдың міне екеу екені міне осы мына суреттен де көруге болады. Міне бір портал, міне екінші портал. Өткенде көрсеттік қой, арғынның таңбасы да көз, Құдайдың көзі деген сөз. Мысалы, якуттар саха белиете дейді. Бұл бәлията деген сөз ғой. Қосайдың ұлы бәлиден тарайды сақалар, міне екі порталын көріп тұр. Міне анау Пасх аралындағы ронго деген жазуларда міне екі портал. Екі портал пониже. Үшбұрышты. Көрдіңіздер, көрініп тұр. Жаңағы индейстердің қазіргі заманда қыздарының қолындағы білезікте де жаңағы екі портал көрініп тұр. Міне сол индейстердің жаңағы иығындағы таңбасы қыпшақ. Қыпшақтардың таңбасы, жалпы бұл таңба мифологияда ашылып, жабылып тұратын жар тастарды айтып тұрғаны. Сондықтан біз орысшасында да айттық, міне украиндардың жаңағы ел таңбасы, ежелгі қазақтардың ел таңбасы. Бұл да біз айтып отырған жер ұйығымыздың, жер жұмағының символы болады. Міне көрдіңіздер ме? Яғни ол жерге кіре алмаған елдер кейін сол мына Ресей жаққа кетіп, славян аталып, сол ЛГБТ дегеннің бәрі, доңыз жеудің бәрі сол жақтан келіп жатқан. Білесіздер, бізге мынандай ешқандай демократия керек жоқ. Бәріне ерік беріп қоятын. Біз қазақтың шежіресінде ондай сұмдық дүние жоқ. Оның үстіне көкбөріден тарадық деп, көкбөрілердің елі, қызтекелердің елі деп сол анау Авестада айтылған. Ол Авеста Заратуштраны қазір Қорқыт ата деп жүргендер де бар, өте дұрыс айтады. Заратушта Тұран елінде тұрған, бірақ оның дінін түсінбегендіктен Иранға кетіп қалып, Ирандар қамқоршылық жасап алып қалғандықтан кейбіреуі Иран деп, Иранның Заратуштраға еш қатысы жоқ. Ол біздің арамыздан шыққан. Спитама Заратушта дегеніміз үшбу тама зор от ұштар деген сөз болса, хабар беруші, хабар әкелуші, енді пайғамбар солай айтқан. Зор от ұштар дегеніміз найзағайшы, жайшы зор от деп сол найзағайды айтқан болады. Міне құрметті ағайын, сондықтан біз ешқандай да қазақ болғанда бұл мейрамды мүлде тойламаймыз. Сіздерге де тойламауын айтамыз. Ал енді 16 желтоқсан күнін әлі талай билік өзгерер, билікке алғыр азаматтар келер. Сол кезде бұл желтоқсанның әлі қадірін біле жататын боламыз. Алматыда біраз халық енді шеруге шығып жаңағы наразылық білдіріп жатыр. Ол енді дұрыс болған дейміз. Өйткені сол желтоқсанның арқасында біз қазақты танытып, ақырында сол желтоқсаннан кейін барып, мынау отаршыл кеңес үкіметін құлаған білесіздер, құрметті ағайын. Мен осыдан бір 2 жыл бұрын Алматыға бір кітапты редакциялауға бару керек болды. Сонда 31 желтоқсан күні пойызға билет алып кеткен едім. Сонда өңшең оралман жігіттер, қыздар кетіп барады екен. Дәл 31 күні тойламайтын есі дұрыс адамдар кетіп барды. Біреуі түні бойы шай ішіп әңгімелесіп, оралман қыздар қандай сауатты, оралман жігіттер, анау жаңағы Серілжан Біляшың жолдастарымен кездесін, дөтуылдар екен өзіміздің наймандар. Қанша әңгіме айттық. Сол Алматыға жеткенше сол 31 күні 12-ден кейін бір адам келіп, тіпті анау проводниктің өзі жаңа жылдарыңызбен деп құттықтау айтқан жоқ. Сондықтан біз үмітімді үзбейміз. Әлі сауатты қазақ бар, олар көбейеді. Енді қазір менде 12.000 подписчик екен. Осы қайтадан мен өзімнің жаңағы лекцияларын бастаған кезде 8.000 болған, міне 4.000 подписчикке көбейтіп жатыр. Тағы да подписчиктер көбею керек. Біз қазақтың руханиятын айтатын боламыз. Қазір міне Алашхан идеясына қатысты апайымыз кітап жазып жатыр, мен деректер бердім. Мына 41 құмалақ туралы айтатын боламыз. 41 құмалақтың өзі осы біздің жаңағы жер ұйығымызда пайда болған. Оны Даниял пайғамбардан қалған дейді. Жоқ, Даниял пайғамбар сол біздің аталарымыздан бері отырған. Сондықтан Даниял пайғамбар Самарқанда жерленді деген әңгіме бар. Міне айтатын әңгіме көп, құрметті ағайын. Мен тек қана бүгін өзімнің жақтастарымның сұрауымен жаңа жыл мейрамына қатысты айтайын деген едім. Енді бұл билік айтуы мүмкін, енді бізде көп ұлтты мемлекетпіз, олар тойлайды, оған біз қарсы бола алмаймыз деп. Олар тойласа тойлай берсін. Оларға тойлауына біз ешқандай тосқауыл қоймауымыз керек. Бірақ ортаға жаңағы
әр қаланың орталығына елканы қойып олай тойлаған мен дұрыс емес деймін. Өздері орындары болсын, сол жерге барып тойласын, үйінде тойласын. Енді елканы ең алғаш үйге әкелген сол Мартин Лютер дейді ғой, үйге әкеліп тойласын мысалы. Біз олардың енді салт дәстүріне ешқандай да біз қарсылық білдіріп отырған жоқпыз. Олардың жаңағы тіпті тілдеріне де тиісіп отырған жоқпыз. Көрдіңіз, қазақ деген өте қарапайым, өте ақ ниетті халық. Біз қанша адамдарды тауықтың жемімен асырасақ та кезінде аман алып қалғанбыз. Соны білетін де бар, ұмытып кеткен де бар, құрметті ағайын. Міне бүгін сол жаңа жыл туралы, жаңа жылдың қарсаңында айтайын деген осы болады, құрметті ағайындар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Ай, кешіресіздер, мына жерге жазып қойып ұмытып кеттім. Қазір өзі сөйлеп отырып көп нәрсені ұмытып кетемін де, мына белге тастап кетемін. Мына Америкадағы барлық жер атауды, барлық мифологиядағы кісілердің атаулары, олардың бәрі біздің тілден болған. Соның бір дәлелін мына Америкада Аяз атаны Санта Клаус дейді. Бұл біздің сантау қыл ауыз деген сөз. Сантау дегеніміз, қоң дегеніміз, ергене қоңды үш бұрыш қой. Қойдың қоңы, саны үш бұрыш. Үш бұрыш тау деген сөз. Қылауыз дегеніміз, сол кіре берісінде жаңағы күнәһарларды кіргізбей қысып қалатын өте тар жолды тартөс деп айтады оны. Кентіп тартып деп айтады. Гректер тартесса дейді, қылауыз дейді. Мысалы мына Қазығұрттағы екі жартастың ортасында қылауыз. Сол жерден күнәһар өтіп бара жатса қысып қалады деген ұғым қалған. Бірақ ол ана алдыңғы бастапқы Қазығұрттың жаңағы тек қана ескерткіші ғана. Бастапқы қылауыз сол жаңағы Ферғана аңғарында болған. Тіпті мына о дүниеге барғанда қыл кепірден күнәһар өтелмей қалады деген әңгіменің бәрі осы біздің Қорқыт атаның, яғни Заратустраның дінінде жатыр. Яғни бұл Санта Клаус дегенімізді, Сантау Клаус дегеніміз, ол да біздің Қыдыр атамыздың бір атауы болады. Және де оның 9 бұғысы болған еді дейді. 9 деген сан, ол мына біз айтқан жер үйыққа тікелей қатысы бар. Сондықтан мына Рашид ад-Дин ергенен қоңға кеткен қиям мен нүкіз десе, мынау біздің Қазақстан энциклопедиясында біздің ғалымдар білген, олардың жазғандар түрік, бұл аңыздың түрік нұсқасында онда кеткен қаян мен 9 дейді. 9 дегеніміз Құдайдың ұлдарының саны, сол ұлдардан 40 мың үйлі қият әулеті тарайды. Міне құрметті ағайын, қазақтың тіліне қатысты, алғашқы тіліне қатысты, осы жаңағы жаңа жылға қатысты айтайын деген осы болады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен болған мифолог, шежіре танушы Қайрат Зарыпхан.